Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы Мұхтар Омархан Әуезовтің Қазақстан публицистикасына қосқан үлес деп аталады. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов ең алғашқы шығармашылық қадамын публицистикадан бастаған бәрімізге белгілі. Алғашқы публицистикалық мақалалары сонау Семейде 1917 жылы Абай журналында өзінің алғашқы мақалалары жариялана бастады. Жалпы Мұхтар Әуезов шығармашылығының алғашқы кезеңде көптеген мақалалар жазды. Ол мақалалардың тақырыбы, идеясы, көтерген мәселесі сол уақытқа сай ұлттық бағытта болды. Себебі 20 жылдардың басы Алаш идеясы, Алашорда үкіметі, жалпы ұлттық тәуелсіздік мәселесі, қазақ халқының өркениетке қосылу, кәсібі, тұрмысы, мәдениеті туралы, ғылымы туралы, білімі туралы, өнеркәсіп туралы сол кездегі баспасөздер үлкен проблематикалық мақалалар жариялады. Соған Әуезов те атсалысты. Жалпы Әуезовтың публицистикасын ғылыми әдебиетте үлкен екі кезеңге бөліп қарастырады. 1917 жылдан бастап 1932, 1932-ден 1961 жылға сондай екі үлкен кезеңге бөліп қарастырады. Біз Мұхтар Әуезовтің Қазақстан публицистикасына қосқан үлесін зерттеп, соны қарастырған кезде байқағанымыз, Әуезовтің жалпы публицистикалық қызметін үш кезеңге бөліп қарастыру керек сияқты көрінеді. Себебі Әуезовтің шығармашылығындағы Әуезовтің мақалалары өте көп. Және осы Әуезовтің 20 жылдары мен 61 жылдар аралығында үлкен тарихи оқиғалар болып өтті. Біріншісі, сол Алашорда әдебиет, ол Әуезовтің 30 жылға дейінгі. 30 жылдардан бастап 45 соғысқа дейін ұжымдастыру дейді, ашаршылық дейді, жаппай репрессия, қуғын сүргін, осының үлкен бір кезең. Содан кейін 45 жыл соғыс басталды, Ұлы Отан соғысы. Бұл Ұлы Отан соғысы кезіндегі публицистиканың жанры, көтерген мәселесі де ерекше болған. Осыны 45 жылдан бастап 61 жылға дейін, 60-61 жылға дейін деп қамту керек сияқты. Бұл шартты түрде үзілді-кесілді Әуезовтің публицистикалық қызметін үш кезеңге бөліп қарастыру керек деп түбегейлі сөзімді жасаудан аулақпыз. Бірақ Әуезовтің мақалалары, публицистикалық қызметі, өзі өмір сүрген уақыт, сол араласқан ортасы, сол кездегі баспасөз, сол кезде қазақ баспасөздерінің жалпы тарихы тұрғысынан алып қарасаң, осындай үлкен үш кезеңге бөліп қарастырған дұрыс. Өйткені өте көп Әуезовтің публицистикасы. Сосын мазмұны, тақырыбы тұрғысынан да өте көп. Әртүрлі, сан қырлы. Енді 20 жылдардағы Әуезовтің публицистикасы белгілі, жаңа айттым, Алашорда әдебиет, ол кездегі Әуезовтің публицистикасы негізінен саяси, әлеуметтік публицистика, ғылыми, мәдени оқу ағарту. Ал 30-шы, 40-шы, 50, 60 жылдардағы мақалалардың ішінде ішінара үндеу, үгіт, насихат бағытындағы публицистикалық мақалаларда кездеседі. Олар соғыс тақырыбына жазылған, тыңайған жерлерді игеру туралы, колхоздастыру, ұжымдастыру, сол кездегі өтпелі кезеңдік оқиғаларға үн қосып, үндеу, соған қатысайық. Осындай бір өнеркәсіпте болып жатқан бір үлкен жетістіктер, стақаншы ерлігі, колхозшылардың тұрмысы, солардың
жасаған ерліктері туралы мысалы сол кезде жаппай баспасөзде сол кезде қайраткерлер, мемлекеттік қызметкерге дейін баспасөзде өз ойларын пікіріп, тіпті соларды марапаттап, кемшіліктерін айтып, осындай үрдіс 40-50 жылдарда болды. Осындай бағытта жазғанда Әуезовтің мақалалары бар. Осы мақалаларына қарап, Әуезовтің публицистикасындағы кейбір көзқарастарын, Әуезовтің де кеңес өкіметінің ыңғайына кеткен бұрынғы алашты идеясын айыптаған, саясаттың сойылын соққан деген пікірлердің айтылатыны белгілі. Оған негіз жоқ емес, себебі Әуезовтің 40-шы, 50-шы, 30-шы жылдардағы мақалаларында жаңа ұлы отанымыздың, лениндік сталиндік саясаттың, жаңағы ұлы қазан төңкерісінің, кемел болашақ, жарқын деген сияқты сол кездегі қалыптасқан тіркестерді, идеологиялық саяси сарында тіркестерді қолдануға мәжбүр болды. Ол бір Әуезов қана емес, сол кездегі қазақ баспасөзі әрбір мақаласын бастағанда осылай басталатын. Сондықтан осы сөздердің әсері, солардың пайдалану, сосын қайда жазылған дүниелердің дегендей үгіт насихаттық. Бұны мақала деп айтуға болмайды. Мақаланы біз енді орысша айтсақ статья дейміз. Статья деген кәдімгі терең талдауларға, ғылыми, ұлттық, жалпы, әдеби былай маңызын жоймайтын дүниелерді біз мақала деп айтуымыз керек. Ал енді күнделікті баспасөзде бір уақыттың, бір күнде болған оқиғаның, бір тарихи ахуалды жазған, соларды дәріптеп айтқан дүниелер мақаладан гөрі публицистикаға жатады. Публицистика деген сөздің өзі Мұхтар Әуезов жасыған сөз деп айтқан өзінің мақаласында. Оны мақала деп атамаған. Демек, бұл сөздің арғы жағында үлкен бір мағына іздеудің, оның әдебиет тарихында орнын белгілеудің көп қажеті жоқ. Ол күнделікті баспасөз қызметінде сол нөмірде басылып, сол нөмірмен бірге мұрағатқа кететін дүниелер қатарында. Осындай дүниелерде Әуезовтің 40-50 жылдардағы мақалаларының ішінде болды. Неге бұлай болды дейтін болсақ, Әуезов белгілі 32 жылы өзінің бүкіл алғашқы ұлттық ұстанымдағы бағыттағы шығармаларының барлығынан мәжбүрлі түрде бас тартты, түрмеден шықты, шартты мерзіммен 3 жылға түрмеден шыққанымен Әуезовтің басындағы сол шартты мерзім 10 жылдан кейін алды. Демек 43 жылға дейін Әуезов кәдімгі условный режим дейді, сол кездегі органның бақылауында болған адам. Демек, Әуезов бақылауда болған, сында болған адам. Себебі Әуезов 30 жылдары түрмеден шыққаннан кейін үнемі Әуезовтің шығармаларының не жазды, қандай мақала жазды, қандай әңгіме, повесть, очерк жазды, барлығына сол кезде сыншылар сол кездегі баспасөз беттерінде өздерінің ойларын, пікірлерін, сындарын, талдауларын айтып отырған. Солардың ішінде көптеген солақайлар, сындар болған. Сондықтан Әуезов өзінің түзелгендерін білдіру үшін жаңағындай сарындағы сөздерді қолдану арқылы өзінің мақалаларында 30-40 жылдардағы жазуға мәжбүр болды. Себебі олай болмау мүмкін емес. Бірақ қазіргі уақыттың көзқарасымен қараған кезде сол сөздердің бәрін алып тастайтын болсақ, Әуезов әрбір мақаласында қалай дегенмен де өзінің ойын, пікірін әйтеуір бір сөздермен болсын жаңағы беруге тырысқан. Енді кезеңге бөлу мәселесінде сосын Әуезовтің публицистикалық мақалалары бірыңғай сол кездегі советтік құрылысты дәріптеу
деп айтуға болмайды. Және ол болған жоқ деп те айтуға болмайды. Себебі әуезовтің көптеген мақалаларында сол кездегі жұмысшылардың, колхозшылардың, сол кездегі бір саяси науқандардың, мысалы Лениннің шығармалар жинағы басылып шықса да, соған пікір білдіру керек болды. Оны бір ғана Әуезов емес, сол кезде мысалы орталық баспасөздер, мысалы социалистік Қазақстан дейді, жаңағы Лениншіл жас дейді, Казахстанский правда дейді газеттер айқара бетін үлкен рубрика айдар беріп, соған мысалы Қазақстандағы ең үлкен алдыңғы қатарлы зиялыларды, үлкен жаңағы ғалымдарды, мемлекет қайраткерлерінің пікірін беру үрдісі сол кезде кең етек алған. Сол жерде бір ғана Әуезов емес, Мүсірепов, Мұқанов, сол кездегі үлкен саяси басшылардың кішігірім болса лебізі. Бұның барлығы айналып келгенде ұйымдастырылған кәдімгі сол газеттің жұмысы ретінде қарастыру керек. Бірақ кейін біз академиялық 50 томдықты құрастырғанда бұның барлығы Әуезовтің өзінің төл дүниелері болғандықтан 50 томға түгелдей енді. Демек, Әуезовтің бұған дейін біз айтып жүрген жаңағы публицистикалық мақалаларына осындай бұрын еш жерде жарияланбай тек газеттің тігінділерінде қалған мақалалары. Мысалы, бейбітшілік, әлем тілегі, әкел достық, қолыңды бауырларым, мысалы, колониализм позор дейді, мысалы, Вьетнамна ядролық соғысқа байланысты. Сосын, мысалы, Орджоникидзенің қайтыс болғанына байланысты, тағы басқа сол кездегі саяси қайраткерлердің есінде, мысалы, Қазанаманың өзін барлық жаңағы сол кездегі баспасөздің бетінде жазуға тура келген. Барлығы білдіріп отырған. Осының барлығында Әуезовтің публицистикасына кіреді. Біз сол Әуезовтің публицистикасының негізгі жаңағы бағытын ірі үш бөлікке бөлген кездегі айттық қой жаңағы. Ғылыми, мәдени, оқу ағарту, жаңағы саяси публицистиканың ішінде жаңағы үндеу сияқты сол кездегі жоспарлы. Үгіт насихат, сол кездегі енді пропаганда деп айтамыз, үгіт насихат. Жаңағының барлығы осындай бағытта жазылған мақалаларында болды. Енді Әуезовтің айналып келгенде осының барлығы Мұхтар Әуезовтің енді Қазақстан публицистикасына қосқан үлесі ретінде бағалану керек деп ойлаймын. Себебі Қазақстан публицистикасы деген үлкен тақырып. Әуезов Қазақстан публицистикасына үлес қосқан адамдар қазақта өте көп. Олар тізімін жасау мүмкін емес, және ол біздің мақсатымыз емес. Сондықтан бір ғана Әуезовті алатын болсақ, Әуезов Қазақстан публицистикасына қосқан үлесі тура осы бағытта айқындалады деп ойлаймыз. Себебі Әуезовтің 30 жылдарға дейін публицистикасы кәдімгі алаш ұранды, кәдімгі ұлттық тәуелсіздік, ұлттық идея, халықтың бірлігі, халықтың оқу, ғылымы, білімі, оның болашағы, тілі, діні туралы, автономиясы туралы болды. Бұның барлығы таза ұлттық, шынын айтқанда мәңгілік құндылық, ұлттық құндылық ретіндегі мақалалар. Сол кездегі керек болса әдебиет ескілігін жинау, сол кезде халық ішіндегі фольклорлық мұраларды жинау, соған үндеу, солар туралы мақалалардың барлығы да бұларда ешқандай саяси, басқа да бір кезеңдік нәрселер жоқ, құндылығын жоймайтын мақалалар бұлар. Және осы кездегі Әуезовтің мақалалары стилі, баяндауы, талдауы тұрғысынан ол енді классикалық дүниелерге жатады. Әуезовтің 20 жылдардағы классикалық дүниелері, мысалы проза жанрында болсын, драматургия жанрында болсын, жазған дүниелердің негізгі бастауы Әуезовтің осы 30 жылға дейінгі мақалаларында жатыр. Бұған қазақтың ішіндегі жаңағындай, мысалы еңлік кебек оқиғасы болсын, қазақтың ішіндегі партия қорлық болсын, қазақтың ішіндегі жаңағы болыстардың үстемдесі, орыстар патшалығының жаңағы әділетсіз саясаттарын, осының барлығына қарсылықты тек қана мақалалар арқылы беру, айту аздық ететін бұған білді. Содан кейін қорғансыздарды жазды. Содан кейін ескілік көлеңкесінде жазды. Бұл әйел тақырыбы. Мысалы қазақ әйел деген мақаласы бар. Ал енді қазақ әйелдер туралы бұған 20 жылдар жазған қаншама әңгімелері бар. Мысалы ескілік көлеңкесінде кінәмшіл бой жеткен дейміз, оқыған азаматтар
мысалы мұқаңның оқығандарға ашыққат дейтін мысалы мақалалар оқығандарға жазған. Жалпы мұқаң 30-шы жылдардағы мақалаларында мына қазақтың түзелуі үшін бізге ең бірінші мына оқығандардың ақтығы керек дейді. Ақтығы деп отырған тазалығы тек ұлттық мәселе тұрғандағы өзінің принципі дейді ғой, сол керек дейді. Содан кейін бірлік керек дейді бізге. Бірлік жебе деп айтады. Әр мақаласында осы сөзді бірнеше рет қолданған. Осы бірлік болмай, содан кейін жаңағы оқығандардың мына қазақтың көзін ашып, бізге не керек? Біздің тіліміз, дініміз, жаңағы ғылымымыз осы туралы үлкен жұмыстар атқармасақ, мектептер ашпасақ, өзіміздің ауруханамыз, өзіміздің институтымыз болмасақ, мысалы қазақ институты деген мақаласы бар мұқаңның. Соның программасы қалай жасалу керек? Орысша ма, қазақша ма, жәдитше ме, хадимше ме? Сол кезде қазақтың алдында үлкен мәселелер тұрды. Себебі орыс оқу керек. Оның сыртында бұрынғы жаңағы хадимше, жәдитше оқығандар бар, мұсылманша оқығандар. Осының барлығын бірден тазалап тастауға болмайды дейді. Бірақ солардың жақсы жақтарын ала отырып, бәрібір де өзіміздің қазақ институтын құру керек деген мәселені 20-шы жылдары мақала ретінде айтқан. Осындағы оқығандар әуезовтің оқыған азамат деген әңгімелерінде бар. Міне әуезовтің публицистикасымен міне 20-30 жылдардағы таза ұлттық бағыттағы публицистика, ұлттық бағыттағы үлкен классикалық дүниелердің негізі болды. Енді 29 қамалды 32 жылға дейін түрмеде отырғаны белгілі. 32 жылы социалды Қазақстанға өздерінің ашық хатын жазып, өзінің жаңа бұрынғы еңлік кебегінен, қил заманынан, әдебиет тарихынан, басқа да әңгімелер, мақалаларынан бас тартып, енді буржуазия әдебиет өкілі деп байшылып айтады ғой. Содан 30 жылдары ақталып шыққаннан кейін мұқаң енді не жазу керек еді? Ол ашық хатында айтты, мен енді мына советтік құрылыс жаңа заман туралы жазам деді. Енді жазу керек болды. Әуезов осы кезде 32 жылдан 37 жылға дейін біздің театрымызда көркемдік әдеби кеңесші дейді ғой, сондай қызмет атқарған. Осы кезде мұқаң ұлттық бағыттағы өзіміздің мысалы еңлік кебек, сосын қан кене, арқалық Жұматжанның осы сияқты өзіміздің кәдімгі бұрынғыдан келе жатқан фольклорлық мұраларымыз бар. Ұлттық әдебиетімізді білдіретін шығармаларды сахнаға қоюды өзінің мақсат етіп қойды. Орынбек Беков екеуі, Жұматжандар. Бірақ осының барлығы сынға ұшырады. Әуезовті. Осыған байланысты мұқаңа өте үлкен шабуылдар жасаған. Тұрғанбайұлы деген Лениншіл жас газетінде мұқаңды қатты сынаған. Қан кене туралы. Қан кенені сахнадан алу керек деген. Арқалықты сахнадан алу керек деген. Ғабит Мүсіреповтің сын мақаласы, Темірбек Жүргеновтің сын мақаласы шыққан. Оның сыртында мұқаңның қан кенесін оқу комиссариаты сахнадан алып мүлде қоймау керек деген талап қойған. Қайта жазсын деген. Осының барлығына мұқаң жауап жазу керек болды. Амалсыздан 30 жылдарда Әуезов қазақ баспасөзге өзінің шығармаларын, өзінің ұлттық мұрамызды қорғау үшін көптеген театр туралы көптеген мақалалар жазды. Театрдың мәселелері туралы. Әуезовтің 30 жылдағы жазған мақалаларының көбісі театрдың айналасында, қойылымдар туралы. Себебі бұл мақалалардың арғы жағы ұлттық театр, ұлттық өнер туралы. Бұл жерде саясат жоқ. Бірақ осы өнеріне саяси жағынан кеп шабуыл жасағандар болды. Бірақ мұқаң осы кезде ептеп өзінің театрға керекті нәрселер, жаңағы режиссура, актерлар дайындау, би, музыка дейді, осының кадрларын дайындау тұрған мәселелерді жазды. Бұның бәрі айналып келгенде өзіміздің ұлттық мұрамыз туралы, ұлттық өнеріміз туралы мақала. Бұл театр туралы қазіргі ешқашан өзінің құндылығын жоймайтын ғылыми мақалалар болып тарихта қалды. Бұлар сол кездегі 30 жылдардағы газеттер. Сосын 30 жылдардағы мақалалары Әуезовтің көбінде социалды Қазақстан газетінде көп жарияланды. Социалды Қазақстан енді орталық
баспасөз партияның газеті. Сондықтан үнемі Мұхаң шынын айтқанда осы орталық партиялық газеттердің бақылауында болды деп айтуға болады. Себебі Мұхаңды сынаушыларға да сол кезде қазақ баспасөзі ешқашан тыйым салған жоқ. Және Мұхаңның олардың сынына сын айтуына да ешқашан осы 30 жылдары кедергі жасаған жоқ. Осы арқылы әуезов қалай айтады? Қазақ баспасөзі арқылы әуезов өзінің шығармашылық миссиясын сақтап қалды деп айтуға болады. Себебі егер Мұхаң барлық жағынан тыйым салынатын болса, онда шығармашылық драматургия жағынан абайға келу мәселесі келмейді. 30 жылдарда драмаға байланысты мақалалармен қоса абай туралы мақалалар. Енді абай туралы мақалалар үлкен абайтану ғылымының негізі болып қалыптасты. Бұлардың барлығы алғаш баспасөзде жарияланды. Әуезовтің мақалаларының көбісі сол кезде алғаш рет осы міне мерзімді басылымдарда жарық көрді. Анау әдебиет искусство, әдебиет майданы деген журналдарда да мақалалар жазылды. Олар кәдімгі ғылыми үлкен танымды журнал болғанмен, көбінесе көп мақалалар осы неде жазылды. Оның сыртында өзінің сынаушылары, мысалы Сәбит Мұқановқа жақсылыққа жампида деген мақаласына қарсы жазған мақаласы әуезовтің сыни мақалаларының бір үлгісі болып, мысалы қазір әдебиетшінің тарихына енген. Ол жерде де өзінің сынға сын, жақсыға жампида, сынның қалай болу керек, сынның принциптерін айтқан. Енді әуезов Қазақстан публистикасына, қазақ баспасөзіне қарым-қатынасы ол 40-50 жылдар тіпті тереңдей бастады. Өткені 50-45 жылы Ұлы Отан соғысы басталды. Соғыс кезінде соғыс тақырыбындағы шығармалар жазу басты мақсат қойылды. Соғыстағы жауынгерлерге, жалпы тылдағы өзіміздің елдегі адамдарға патриоттық рух беру сол кезде ол қалыпты, дәстүрлі, кәдімгі, былайша айтқанда жоспарлы парыз сезімде болды. Сол кезде Мұхаң мысалы әр тынысың отан дейтін, күн бүгін дейтін публистикалық мақаласы, жеңеміз біз жеңеміз дейді, мысалы мақаласы, шабдар ерген май не дер дейді. Мысалы бұның барлығы кәдімгі отан соғысын, ана немістердің қаншерлігін, солардың жауыздығын бетіне басып, аямай сынап, біздің кеңестер одағының әділетті соғыс жүргізіп жатқанына ешқандай күмән, күдік келтірмей, және біздің жеңетінімізге аналарды кәдімгі бір жаман, былайша айтқанда бір фольклордағы жезтырнақ сияқты сондай басқанша, сондай лепте сурет жазу сол кездегі баспасөздің негізгі стилі, негізгі несі болған. Мұхаңда осындай бағытта мақалалар жазған. Жаңа қан құстырамыз, қаусата соғамыз дейді, мысалы бір көтеріңкі стилде жазылған сол кездегі мақалалар бар. Осының бәрі әуезовтің өз сөзімен айтсақ, жаңағы кезеңдік публицистика, айтқанда, өзінің сөзімен айтқанда жазған сөз. Ол кәдімгі ғылыми үлкен терең мазмұны бар мақала қатарында жатпайды. Енді 40 жылдарда осы мақалаларға ілес, енді баспасөзде жарияланып жатқан осы мақалалармен қатар әуезовтің сол кезде соғыс тақырыбына жазылған пьесаларда жазылып жатты. Десте шекарада, намыс гвардиясы, осындай мақалалар. Бес дос, Рамазан Тоқтаров, Қара пышақ қобыланды. Осының барлығы сол кезде жазылды. Осы жазылып жатқан көркем шығармаларының көбісінің мақала түрінде сол кезде баспасөзде жарияланды. Әуезовтің мақалалар жарияланып отыр. Осы мақалаларын ары қарай көркем шығармаға айналдырып, сонда енді бұл жерде Мұхаң таза сол кездегі социалистік құрылыстың, сол кездегі жауға қарсы ненің барлығының сол кездегі совет азаматтарымен бірге өзінің баспасөзін қосып отырды. Енді әуезов қазақ
Қазақстандағы ең үлкен жазушымыздың бірі, және сол кезде Сталиндік сыйлық алды, одан кейін Лениндік сыйлық алды енді өмір соңында. Осының барлығы бар, оның сыртында академик, үлкен ғалым, Қазақстан тарихының жаңағы очерктерін дайындады, қазақ полкілерінің туралы еңбектер дайындады. Осының барлығы да сол кезде баспасөзде айтылып, жазылып, тіпті кейде сыналып жатты. Осы сындарға Мұқаң жауап жазуға тура келді. Өстіп қалай да қазақ баспасөзіне Мұқаң үнемі араласып отыруға мәжбүр болды. Әуезов публицист ретінде ең басты ашып айтатын нәрсе, Әуезов газет тілшісі емес. Әуезов ешқашан газет тілшісі болған емес ол жерде. Мұқаң кәдімгі елдің ұлттық мәселелері, әдебиет, тарихы, мәдениеті туралы мақалаларын, Абай туралы мақалаларын, Жамбыл туралы мақалаларын, аударма туралы қаншама мақалалары бар Мұқаң. Оның сыртында жаңағы сын, театр туралы, кино туралы қанша мақалалар бар. Осының барлығы баспасөзде жарияланды. Олардың саны өте көп. Осының барлығы қазіргі біздің әдебиеттану ғылымының мол мұрасы ретінде қалды. Сонда енді қарап отырсақ, Қазақстан публицистикасы, шынымен Мұхтар Әуезовтің публицистикалық қызметі менің ойымша екеуі былай ұқсас сияқты болып көрінеді. Себебі Қазақстан публицистикасы Әуезовтің жүріп өткен жолы сияқты, ол да тар жол тайғақ кешуден өткен. Мысалы, көз алдымызға елестетейік. Алғашқы біздің қазақ баспасөзі дейікші, жаңағы Дала уәлаяты, Түркістан уәлаяты, Айқап журналы, қазақ газеттері қалай еді? Олар еркін ұлттық мәселелерді, кәдімгі қазақтың ел болу, осындай өзімізге керекті нәрселерді, өзіміздің мұрамызды, өзіміздің тілімізді, өзіміздің жаңағы проблемамызды айтатын баспасөз, Ұлы Қазан төңкеріс дейді ғой, 17 жылдан кейін түбегейлі өзгеріп кетті. Енді не болды? Саясатты дәріптеу, орыстардың жаңағы патшалық Россияны жамандау, ол бір жаңағы жаңа үкіметті, коммунистік жүйені дәріптеу басталды. Газетте сондай болды. Сосын газеттегі журналистер де газеттерге жазатын авторларды да осыған мәжбүрледі. Мұқаң да 20 жылдардағы Абай журналында өзінің ұлттық мәселесін айтып жүрсе, 30 жылдардағы жаңағы хатынан кейін тура газет сияқты. Газеттерде де амал жоқ, колхоздастыруды, жүндастыруды, ұлтшылдықты іздеп, сол кезде соны айыптаған авторлардың шығармаларын жариялау сол кезде оларға міндет болды, қойылды, кәдімгі жоғарыдан. Кәдімгі үгіт-насихат бөлімі деген болған ол кезде. Солар бақылап отырды. Ананың шығармасында мынандай бар екен. Мынау не қылып жүр, мына байлар қайдан жүр? Анау алашординистер қайдан жүр? Алашорда деген бір екінші жаман образға айналды ол кезде. Екінің бірінің мақаласының бастауын алашордашылар, ұлтшылдар деп басталатын ол кезде. Баспасөздің де сарыны солай болды. Әуезовтерді де тура солай. Мұқаңның кейбір мақалаларының ішінде осындай жаңағы алашордашылдар, ұлтшылдар деген тіркестер мақалалардың ішінде кездеседі 30-40 жылдардағы. Себебі ол кездегі баспасөзде сондай жаңағы сондай сарындағы дүниелерді басу ол кезде талап болған. Сондықтан Әуезов пен баспасөз екеуі бірге өсті деп айтамын. Қазақстан публицистикасы жаңағыдай кезең-кезең. Ұлттық бағыттағы кезең бар. Ұжымдастыру, ашаршылық кезіндегі бар, соғыс кезіндегі бар. Содан кейін түбегейлі кеңес өкіметінің орнауы 50-60 жылдары бірыңғай біздің коммунистік жүйеміздің дана саясатын дәріптеп, сол арқылы сөз саптап барып қарай мақалаларын жазу өрті сол кезде. Осындай нәрселерде Мұқаңның публицистикасында бар. Бірақ Әуезовтің жалпылама публицистикасы айналып келгенде Қазақстан публицистикасының бір бұтағы. Соны жасаушы
мысалы Ахмет Байтұрсыновтардан бастап, Әлихандардан бастап, өзінің қатарластары Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқановтар бар мысалы, Әбділда Тәжібаевтарға дейін. Барлығы да осы үрдісті бастарынан кешті. Барлығы да. Сынады, сыналды барлығы да. Айыпталды. Кейбіреулер осы баспасөздегі мақалалардың кесірінен мысалы түрмеге қамалды. Өзі 30 жылы, 32 жыл түрмеден шыққаннан кейін 30 жылдарда да сыналды. 47 жылдарда сақтаған бәйіш. 51 жыл сыналды. 53 жылы қайтадан сыналып, Мәскеуге кетуге мәжбүр болды. Тек Лениндік сыйлық алғаннан кейін. Әуезовтің несі кішкене сая бұрылады. Бірақ өмірдің соңында Мұхтар Әуезов Қазақстанның баспасөзінде қатысып тұрды. Өйткені Әуезов Қазақстандағы бірден бір үлкен тұлға. Ол Орта Азиядағы беделді жазушы ғалым ретінде бейбітшілікті қорғау комитеті дейміз. Сол бар. Мынау Жапониядағы ядролық қаруға байланысты конференция, Америкаға сапары. Мысалы қарап отырсаң, Америкаға барған сапарластардың ішіндегі Орта Азиядағы, айтсақ, түркі тілдес қанша мемлекет бар, соның ішінде жалғыз қазақ. Бұның өз кездейсоқ емес. Осыға барды, барып келгеннен кейін өзінің очерктерін жазды. Сол очерктерінің өзінде де, айналып келгенде, Американың өркениетін, Американың дамуын өзінің мақалаларында айтады. Олардағы тұрмыстың да кейбір жақсы жақтарын айтады. Бірақ түбегейлі дәріптеп кетуге ол кезде өте қауіпті болады. Ал осы нәрсе Әуезовте қайдан келді? Ол 20 жылдарда болған. Әуезов 20 жылдарда қазақтың өркендеп өсуіне қазақ баспасөзі арқылы біз кімнен үлгі аламыз дегенде Жапония, Түркия, Голландия, Англия, сосын Америка деген. Осы ойынан бұқан өмірінің соңына дейін мысалы таймағанын, өзінің мақалаларын байыптап, кезең-кезеңмен қарап отырсаң, бәрібір де айналып соғып айтады. Мысалы, тіпті сол 30-40 жылдардағы жаңағындай қысып тастаған саяси кезеңде баспасөздерді де қысып тастады ғой. Баспасөздердің өзін қысып тастаған. Себебі оларға да мынандай ұлттық бағыттағы әдемі халықтыққа керек нәрселерді жариялауға тыйым салдырды. Ол жерде қалай да бір тыңайған жерді игеріп жатқан біреулер туралы. Немесе стахановшылардың ерлігі, Шахтадағы бір жоспардан артық орындаған көмір планын жазу ол кезде. Мысалы, Кәнберде Күймұғым деген Мұқаңның мақаласы бар. Ол да осы бір жаңағы Шахтадағы еңбекшілердің ерлігін дәрт. Оның барлығы да жасанды нәрсе. Барлығы да науқаншылдық. Оның көбісінің астында, былайынша айтқанда, өтірік есеп беру, жоспар беру бар екен. Кеңес үкіметі құлаған кезде белгілі болды ғой. Бізде бір нәрсені өтірік осындай жоспардан үлкен орындадық. Мынандай нәрсені тез бітірдік деген сияқты сол кездегі бір жұмыстар туралы жаппай дәріптеп кету, ол кеңестік жүйені дәріптеу болып саналады. Бұл газеттің 90%-ін газеттегі сол кездегі шығатын материалдың 90%-ін осылар алады. Содан кейін барып 10%-іне әдебиет, мәдениет туралы ғана бағандар берілетін. Ол бағандардың өзі жаңағындай сынаудан, олардың кеңестік жаңа адамдарды іздеуден содан тұрады. Ұлттық мәселе сөз болмайды. Солай бола тұрса да, осындай баспасөздегі мақалаларында жаңағындай тіркестерді, айтып отырмын, кезеңдік тіркестерді қолдана отырып, ептеп біздің әдебиетімізге керек, мәдениетімізге керек, ұлтымызға керек нәрселерді подтекст дейміз ғой, мәтіннің астарына жасырып айтып отырды. Мен бір ғана бір мысал айтайын. Бір мақаласында айтады, Абай жолын жазарына байланысты үзінділер деген. Сонда үзінділер дегенде
мен көптен бері мына батыс жазушыларына көз салып жүредім деп қояды. Енді көз салып бақылап едім, оқып едім дейді. Бірақ бірден батыстан бастамайды. Ақын Совет өкіметін, өзіміздің Толстойды, Шолоховты, соларды айтып кеп, соларға көз салып, деп соның әдебиеттің өзін екі сол кезде шартты солай кезеңге бөлді ғой. Пролетарлық стиль дейді. Сосын кейін буржуа мәдениетінің стилі дейді. Буржуа мәдениетінің стилі деп отырғаны батыстың классикалық әдебиеті. Осылардың батыстық классикалық әдебиетін мен оқыдым, солардан үлгі алдым деп айтудан гөрі ептеп осыларға көз салып едім деп, аттарын атамай ептеп. Осы арқылы Абай жолына барған өзінің ішкі сыры ретінде айтады. Кейін қазіргі кезде көптеген материалдарды біз сұрыптау барысында бұқаңның жаңағы Абай жолына үлкен дайындықпен барғанын өзінің алғашқы осы қазақ баспасөзіне шыққан мақалаларынан аяқ көруге болады. Енді жалпы әуезов Қазақстанның публицистикасына қосқан үлесі туралы айту өте үлкен, өйткені мақалалардың санын жаңа айтып отырмын. 20 жылдардағы 30 жылдағы мақалалардың өзі 60-тан астам. Ал одан кейінгі мақалалардың Бауыржан Жақыптың осы әуезов публицист деген үлкен диссертация болған кітабы бар. Сонда 50-ден астам мақалаларды жол жасайды. Кейін біздің мына кейін шыққан 50 томдығымыз бар. 50 томдықта бірнеше жерде жарияланған мақалалар, және олардың бірнеше нұсқалары. Сосын көптеген мақалалардың қазақша жазылуы және оның аудармасы бар. Осының бәрін қосып есептегенде саны одан да көп екенін біз байқаймыз. Сондықтан оның барлығы әлі де зерттеуде талқылауға алынатын болса, көптеген мәселелер айқындалады. Осының барлығы қазақ публицистикасына қосылған әуезовтің бір жол болса да сол бәрібір қазақ публицистикасы тарихында қалады. Сондықтан оның үлесі бұл кемшілігі бар ма, оның барлығы талдау барысында айтылады. Сондықтан біздің әуезов танушы ғалымдар бұл бағытта іргелі зерттеулер жасаған. 2020 жылы Мұхтар Әуезовтің Қазақстандағы әдебиеттану және әдебиетінің дамуы мен қалыптасуы рөлдегі үлкен өзіндік монография шықты. Осы монографияда осы бір тарау ретінде жазылды. Сондықтан толығырақ әрбір мақаласының жай-күйі туралы білем деген адамдарға осыған сілтеме жасайын. Және де негізгі осы бағытта қарайтын еңбектерге мен айтар едім. Әуелі Зәки Ахметовтың, Есмағамбет Ысмайыловтың, Бейсенбай Кенжебаевтың, Евгений Лизунованың, Рахманқұл Бердібаев, Айқын Нұрқатов, Рымғали Нұрғалиев, Бақытжан Майтанов, Тұрсын Жұртбай, Тәуіпбек Талатбек Әкім, Керімбек Сыздықов, сосын Бауыржан Жақып, Рапат Әбдіғұлов, Диар Асқар Қонаев, Зия Пірәлиевалардың мақалаларын және кейінгі жылдарда шыққан әуезов тану бөлімі дайындаған бірнеше монографиялар бар. Атап айтатын болсам, әуезов және қазіргі қазақ әдебиеті, әуезовтың көркемдік дүниетанымдағы ізденістері, әуезов шығармашыларындағы этномәдени үрдістер және әуезовтің шығармашылық өмірбаяны дейтін бірнеше үлкен монографиялық еңбектер жарық көрді. Осы еңбектерді қараса, әуезовтің осы Қазақстан публицистикасына қосқан үлесін бұдан да кеңірек, бұдан да толық мағлұмат алады деп сенемін.